Қырғызстанда бұрынғы күйеуі әйелінің құлағы мен мұрнын кесіп, басын жаралады. Алматының халықаралық элиталық мектебінде бірінші сынып оқушысы зорланды. 19 жасар өгей әкесі 4 жасар баланы ұрып өлтірді. Сіз шалыс естіген жоқсыз. Баланың анасы 2004 жылғы жігітке баласына қол көтеріп, аяусыз ұрып соғуына жол берген. 2-3 жастағы қыздарды анасымен бірге тұрып жатқан еркек зорлады. Баршаға сәлем, сіздермен өтетін жемен Шолпан Сағадат. Қоғамның ауру болуының себебі мен салдары неде? Қарастырып көрейік. Қырғызстанда ер адам бұрынғы әйелін аяусыз соққыға жықты. Әйел мойын және басынан жарақат алған, құлағы мен мұрны кесілген. Ал 1 жыл бұрын ол жәбірленушіні ұрып соғып, зорлағаны үшін ұсталғаны анықталды. Бұл туралы әлеуметтік желіде жәбірленушінің әпкесі жариялады. Демек, ол әйелін бұған дейін бірнеше рет ұрып соққанымен, әйел полицияға жүгінгенімен, бір емес бірнеше рет көмек сұрағанымен, немқұрайлық таныту салдарынан нәтижесінде не болғанын көріп отырмыз. 2 баланы асырап отырған анаға енді бірнеше ота жасатып, ұзақ уақыт бойында ем қабылдап, қалпына келуіне тура келеді. Құқық қорғау органдарынан көмек көрмеген қанша әйел зардап шегіп отыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы барлық арыздарды дер кезінде қарастырып, тиісті шара қолданбайынша қоғамда бұндай сорақы дүние қайталана бермек. Полиция қызметін тиісінше орындау үшін әлі қанша ана мен бала қорлық көруі керек. Қанша әйел мүгедек атанып, қанша бала жетім қалуы керек. Бұл Қырғызстанда болғанымен біздің елге тікелей қатысы бар. Өкінішке орай зорлық-зомбылықтан көз жұмып, мүгедек болып жатқан әйелдердің көптігін статистика мәліметін бермесек те білесіз. Бұл мәселені көтеріп жүрген елдегі ірі қозғалыс «Не молчи» туралы да естіген боларсыз. Бүгінде қор әйелдер мен балаларға қатысты жасалған қылмыстар туралы ақпаратты жариялағаны, сондай-ақ әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстық істердің сыбайлас жемқорлық құрамдас бөліктеріне қатысты полицияның әрекетсіздігін әшкерелегені үшін қудалануда. Әрине, бізде қылмысты жауып тастау үшін ақшамен құтылатындардың бары белгілі. Бұл қырғыз азаматы да өткен жылы әйелін ұрып соғып, зорлағанымен жазадан оңай құтылды. Неге десеңіз, ол полицияға ақша беріп жазадан жалтарған. Нәтижесін бәріміз көріп отырмыз. Бізді қорғаудың орнына бұндай жағдайға жеткізіп отырған полицияға бұдан кейін қалайша сенім артасын? 2-3 жастағы қыздарды зорлаған хайуан өгей болған соң сондай іске барды деп ойлаймыз. Ал Астанада 11 жастағы туған қызын зорлаған әке туралы не айтамыз? Өгей әке түгіл туған әкеден қызды қорғайтын заман орнады. Жан түршігерлік оқиғаларды естігенде жүрегін ауырады. Қоғам соншалықты жауыз, соншалықты ауру болып жатқаны неден? Ересектен бала зәбір көрген түгіл, қазір баланы баладан қорғайтын күнге жеттік. Мектеп қабырғасында бастауыш сынып оқушыларын жоғары сынып оқушылары зорлап, қорқытып, буллингке ұшырағандар артынан өз-өзіне қол жұмсап жатыр. Біреу баланың тәрбиесімен айналысып, оның араласатын ортасын қадағаласа, біреулер мүлдем баланың өмірінде не болып жатқанынан хабарсыз. Балаң камера бақылауында болады. Элитный мектепте күзет жақсы. Басқа оқушылар мен ұстаздар жақсы деген сеніммен бересін. Ал артынан бірінші сынып оқушысы зорланды деген сөз шығады. Ата-анаға баланың мектептен аман-сау келуіне кепіл беретін мектеп әкімшілігі, баланың менталды саулығына жауап беретін психолог мамандар жұмысын лайықты орындамаса, әлі талай жауыздықтың куәгері боларымыз анық. Құзырлы органдар дер кезінде шара қолданып, алдын алу әрекеттерін жасаса, полиция жемқорлықпен айналысуды қойып, қылмыскерді жәбірленушінің бірінші қоңырауынан ақ тоқтатуға әрекет жасаса, күніміз тыныш болар еді. Сондықтан қандай да бір қылмыстың куәгері болсаңыз, күдікті дүниені байқап қалсаңыз, таныстарыңыз, көршілеріңіз қысым көріп жүргенін, бала мектептен мазасыз келіп жүргенін байқасаңыз, бірден құқық қорғау органдарына, бала құқығын, адам құқығын қорғаумен айналысатын қозғалыс ұйымдарға, кеңестерге хабарласып, дабыл қағыңыздар. Қиын жағдайға душар болсаңыз, бірден көмек сұраңыз, ұятты қойыңыз. Сіз үшін бастысы өзіңіздің және балаңыздың амандығы. Бүгінге осы, алып қосарыңыз болса, видео астына комментарий қалдырыңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз.